Ассалаумағалейкум. Міне тағы да бүгін 2 желтоқсан 2024 жыл. Короче, мына Жаңаөзеннің құзырлы органдар, Жаңаөзен қаласының прокуратурасы, ГОВДС халықтың жеке телефондарына соғып, ұялы телефондарына, үйлеріне барып, әйелдеріне телефон соғып, әркімнің әртүрлі стресстері бар. Әркім әртүрлі жағдайда, әркім әйел ауырады, әртүрлі жағдайлары бар. Телефон соғып, үркітіп, қорқытып, байларың жұмыстан шығады, байларың құдалана сотталады деп. Ондай өтірік әңгімелеріңді қойыңдар, құзырлы органдар. Одан да жоғарыға шығып, Қазмұнайгаз шақырыңыздар. Ұялмайсыңдар ма? Әркімнің жекесіне шығып телефонына. Енді сендер Қазмұнайгаз болып кеттіңдер ме? Беспредел жасамаңдар, құзырлы органдар, сендерге айтарым. Участковойлар Жаңаөзен қаласының. Ұялыңдар ана сендер вообще. Беспределге кеттіңіздер сендер. Заң дегенді қойдыңдар. Тек қана бұйрыққа бағынып жүрсіңдер барлықтарың. Ертең сендер де ана дүниеге барасыңдар, жауап аласыңдар. Бәріңіз жауап аласыңдар. Соны ойлаң одан да. Заңмен жасаң, заңмен. Қазмұнайгаз шақырың болды.